Мінекей мен қуыршағымның аяқ қолын, денесін осылай тоқып аяқтадым. Ішіне синтепонмен толтырып қойдым. Енді көйлегін тоқитын боламыз, етек жағын. Ол үшін қуыршақты осылай өзімізге аударып аламыз. Мына бағана қалдырдық қой петляларды. Осы жерлерден тоқимыз. Мына астыңғы жағынан аламыз. Көк түспенен тоқимыз. Осы жерден бір петля бекітіп аламыз. Мінекей бекітіп алдық. Енді екі воздушный петля жасаймыз да, осы жерге бір столбик с накидом осы петляның ішіне тоқимыз. Енді келесі мына жерден ілеміз. Әр петляға екі столбик с накидом тоқылады. Мына кішкентай жіпті қосып тоқып кетеміз ішіне, арасына. Әр петляға екі столбик с накидом тоқып жатырмыз. Осылай айналдыра осылай тоқып шығыңыздар. Әр петляға екі столбик с накидом. Мінекей мен осылай тоқып шықтым. Енді мына жерде бағана екі воздушный петля алдық, сол жерге қосыламыз. Мінекей соединительныймен біріктірдік. Мен бұны екі деген крючокпен тоқып жатырмын. Мен ұмытып кетіппін сіздерге айтуда. Енді келесі қатарда 3 воздушный петля. Енді крючокке 2 накид жасаймыз. Дәл осы жерге тағы да бір столбик, бір столбик 2 накидпенен тоқимыз. Келесісіне біреуін тоқимыз. Накидтен 2 рет ораймыз крючокке. Келесі петляға бір столбик 2 накидпенен, келесісіне 2 прибавка жасаймыз. Екі ораймыз. Дәл осы жерге тағы да біреуін 2 накидпенен. Келесісіне біреуін тоқимыз.
осылай бірқатар тоқып шығыңыздар. Мінекей мен соңғы жағына келдім. Мына жерде бағана 3 петля воздушный жасадық қой, осы жерге соединительный жасап біріктіреміз. Жіпті қиып тастаймыз. Бұны мынан арасына бетіп жасырып қоямыз. Мінекей көйлегіміздің етегі осылай болып шықты. Енді келесін ақ түспен тоқитын боламыз. Осы жерден жіпті бекітіп аламыз. 2 воздушная петля. Енді дәл осы жерге бір столбик с накидом. Енді келесі петляға жіпті қосып тоқып кетеміз. Әр петляға 2 столбик с накидом тоқылады. Осылай бірқатар тоқып шығыңыздар. Міне әр петляға 2 столбик с накидом тоқып шығыңыздар. Мінекей мен тоқып аяқтадым. Соединительныймен біріктірдім. Енді келесі қатарда 2 воздушный петля аламыз да, енді 1 столбик с накидом дәл осы жерге тоқимыз. Келесісіне біреуін тоқимыз. 1 столбик с накидом. Келесісіне 2 столбик с накидом. Келесісіне біреу. Келесісіне прибавка. 1 столбик с накидом, дәл осы жерге тағы да 1 столбик с накидом. Келесісіне біреу. 1 столбик с накидом. Осылай тағы бір қатар тоқып шығыңыздар. Мінекей көйлегімізді тоқып болдық. Осылай болып шықты. Енді мына жерге ақ жіппенен носкиін тоқитын боламыз. Ол үшін
өзімізге қаратып аламыз. Кукланы аударып. Енді мына жерден осы жерден жіпті бекітіп аламыз. Бір воздушный петля. Енді әр петляға бір столбик без накида тоқып шығамыз. Мына жерде камераға тоққаннан кейін ыңғайсыз болып тұр. Сіздерге көрінсін деп жақынырақ ұстап жатырмын. Міне осылай. Кішкентай жіпті қосып тоқып кетеміз. Осылай айналдыра столбик без накида тоқып шығыңыздар. Екінші аяғы да солай тоқылады. Енді көйлегінің жоғар жағын тоқитын боламыз. Ол үшін тағы да ойыншықты аударып өзімізге қаратып аламыз. Енді мына жерден ақ жіпті былай бекітіп аламыз бір петлямен. Бір воздушный петля алдым. Енді накид жасап осы жерге тағы да 2 столбик с накидом тоқимыз. Келесі петляға столбик без накидамен бекітеміз. Кішкентай жіпті қосып тоқып кетеміз. Енді келесі петляға 3 столбик с накидом тоқимыз. Келесі петляға столбик без накидамен бекітеміз. Осылай айналдыра тоқып шығыңыздар. Мінекей қуыршағымыздың денесін, киімін тоқып болдық. Енді келесі видеода басын тоқитын боламыз.